Сұмдықтардың сұмдығы болып жатқан заман. Біреуді жәннатқа кіретін жолға салсаң, құр қалдың ба деп тозаққа басын тығады. Дүние жүзі Қытай қауымдастығының Қазақстан бөлімшесінің лауазымды тұлғалары дәл осы сәтте пандемиядан бұрын Қазақстанға туысшылай немесе саяхаттай келіп, шекара жабылған кезде Қытайға қайта алмай қалған қазақтарды үгіттеп, насихаттап жүріп, Қытайға қайтармақшы болып жатыр екен. Бұл енді біреудің басын баққа айдасаң, боққа қашады деген сөз сол. Қытайдың қазақ емес, Қытайның өзі тауасып, тас басып, шекарадағы Моңғолияға қашып, Моңғолиядан шетелге кетіп, баспана тілеп, Вьетнам, Гонконг, Тайваньға теңіз арқылы қашып, немесе Юннан провинциясы арқылы Вьетнамға, Мьянмарға, тағы басқа елдерге қашып, жан сақтап, бүкіл осы мүмкіндіктің бәрін пайдаланып шетелге қаша алмай жатқанда, Қытай коммунистік партиясының өзі 100 мыңдаған шіркеуді шағып, тіпті одан да көп үй шіркеулерін шағып, 100 миллионда 200 миллион христиандық дінге нанған Қытайлардың өзін жаңа қысымға ұшыратып, олардың ұстаздарын, миссионерлерін, топтарын қамап, 5 миллионға жуық Тибетті тасталқан қып, оның қанша миллион екені белгісіз қырып, геноцид жасап, бүкіл Тибетте қазір Тибет қалды ма, қалмады ма жұрт білмейді. Монахтардың бәрін өлтіріп, Тибеттің ламаларын өлтіріп, Қытайдың Қызыл армиясының өзін Тибеттің монахтарын құсап, киіндіріп, өтіріктен әртіс қып, Қытайдың істеп Тибеттерге жасаған геноцидін жасырмақшы болып жатқан осы сұмдық кезде моңғолдардың өзінің жайлауларын тартып алып, мектептерін жауып, бүкіл моңғол тілін құртпақшы болып, моңғолдардың өзі жай енді малшы момын халық, солардың өзін қыспаққа алып жатқанда, қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктерді жаппай фашистік, геноцидтік қырғынға ұшыратып жатқан кезде, аталмыш саяси тәлім тәрбие орталығы деп, аталмыш кәсіби білім беру орталығы деп, аталмыш идеологиялық ақпараттандыру орталығы деп неше түрлі орталықтарды ашып, сол жерге қамап, адамды құқын шектеп, ешқандай заң органдарының тексеруінсіз, ешқандай ата заңда белгіленген процесстерді ілікке алмай, оларды қалағанша қамап, қалағанша адвокатсыз сол жерлерде оларды бас еркіндігінен айырып, осындай сұмдық оқиға болып жатқанда, Қазақстанға туысшылап келген қазақ түгілі, жай қазақтың өзі Қытайда не болып жатқандығын білетін осындай бір сұмдық заманда бұл қазақтарды Қытайға қайтармақ болған бұл қарекеттер сұмдық, және осы қазақтардың қайтамын деген сол ниетінің өзі адам түсінгісіз деңгейде сұмдық. Яғни жәннатта тұрып, бастарын тозаққа тыққан ақымақтар сияқты әңгіме. Тозақта не болып жатыр екен, құр қалдым ба деген бейшара надан топастың қылығы. Айналайын, Қазақстан мың жерінен кедей болса да, мың жерінен Қазақстан батпаққа батқан ел болса да, Қытаймен салыстырғанда Қазақстанда сен қазақсың. Сені Қазақстанды ешкім концлагерге қамамайды. Ал Қытайда сенің амандығыңа ешқандай кепілдік жоқ. Қытай сені асып жей ма, буға пісіріп жей ма, суға қайнатып жей ма, отқа қақтап жей ма, бақашаяның қосып жей ма, өзі біледі шекарадан араттағаннан кейін. Анау 5 теңге пенсияңа, тағы бір айлығыңа сен соны қызығып Қытайға барам дегенде, ертеңгі өмірің не болатынын білмейсің. Қытайдың фашистік концлагер түрмелерінен нағыз ата жұрт еріктілері құтқарған қазақтардың көрген қорлықтары туралы естімесең есті, көрмеген болсаң көр. Олардың қазақ тілінде айтқан интервьюлерінің өзі біздің ата жұрт қазақ Human Rights'тың YouTube каналында тұр. Айналайын, қалың елім, қазағым. Мынау Қытай диаспоралары дейтін ұйым бар. Қытай тілінде Хуарың Хуачау зужы дейді. Қытайша Хуарың Хуачау дейді. Бұлар өздері қазақ болғанменен жүректері Қытай.
мынау Хуарын Хуачау десе тек қана ұлты Қытайлар бола ма екен десең, бұл сұмырайлардың ұлты қазақ болғанымен өздерін Қытай деп санап алған. Иә, руханияты Қытай. Енді осы сұмырайлар Қазақстандағы Қытай диаспоралар ұйымы, яғни Қазақстандағы Хуарын Хуачау ұйымы деп тіркеп, оларының атын Жебеу, отандас ел, тағы бірдеңе деген ұйым қып тіркеп алды. Бұның басында Омарәлі Әділбек, Дүкен Мәсімхан, Мұқан Мамытхан, Рахым Айып, тағанау Жәнәбілдің бір қызы бар, сол сияқтылар отыр. Ал осы Қытай диаспоралары, яғни өздерінің қазақтығынан бас тартып отырып, өздері Қытайдың диаспорасымыз деген бұл сұмырайлар, енді дүниежүзі қазақ қауымдастығының Алматы бөлімшесінің бастығы болыпты. Яғни дүниежүзі қазақ қауымдастығының бастығы Зауытбек Тұрысбек, оның бұрынғы басшысы, ресми басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, бұлар өздерінің нағыз таза Қытайшыл екендігін, яғни қазақтың жауы екендігін дәлелдеп тұр. Яғни дүниежүзі Қытай қауымдастығы, дүниежүзі қазақ қауымдастығын жаулап алды. Жаңағы сұмырайлардың барлығы дүниежүзі Қытай қауымдастығының мүшелері, оның Қазақстан бөлімшелерінің басшылары. Енді осы сұмырайлар дүниежүзі қазақ қауымдастығының басшысы бол, енді әлгіндегі Қазақстанға туысшылай келіп, Қытайдағы бала-шағасынан айырылып қалған, Қытайдағы бала-шағасына осы індеттің обаның кезінде бара алмай, қайта алмай қалғандарды қайтару жұмысымен айналысады екен. Айналайындар, сендер Қазақстанда қалып, сол Қытайда қалып қалған бала-шағаңды Қазақстанға алдырумен айналыспадыңдар ма? Сенің Қазақстанда азаматтыққа тапсыруыңа ешқандай кедергі жоқ. Егер біздің бюрократтар, біздің сұмырайлар, біздің көші-қондағы оңбағандар, Назарбаевтың жендеттері, Тоқаевтың құлдары, егер сендердің Қазақстаннан азаматтық алуларыңа қандай да бір кедергі жасаса, бізге келіңдер. Біз бүкіл дүние жүзін айғайлатып, шулатып отырып, сендерге Қазақстанның азаматтығын алып берейік. Тіпті сендерді Америка, Еуропа елдерінен баспана алдыртайық. Қазақстанда қысым жасап жатыр екен, міне, мынандай құжат жина деп жатыр екен, міне, бермей кедергі жасап жатыр екен, қолдан кедергі жасап жатыр екен. Міне, егер шынында сондай болса, Америкаға, Еуропаға алдыруға тырысайық. Өтініштеріңді тапсыр Еуропа, Америкаға, біз арқылы. Тек Қытайға қайтпаңдаршы. Неге дейсіңдер ғой? Бірінші дәлелді мен айтып кеттім. Қытайдың фашистік концлагер түрмесінде болған, Қытайдың фашистік концлагер түрмесінде нақақ қамалған, сонда қорлық көрген, ұрылған, соғылған, неше түрлі жаңағы белгісіз укол дәрілер жаңағы салынған, медициналық, биохимиялық, биологиялық тәжірибелердің құралы болып қалған, сол түрмеден көрмегенді көрген, не бір сұмдық бастарынан кешкен азаматтар қазір дүние жүзіне танымал. Солардың барлығы, мысал, концлагерден көрген сұмдықтарын дүние жүзіне әшкерледі. Соны естімедім, көрмедім, білмедім деп айта алмайсыңдар. Бұл бір. Екіншісі, жуырда ғана мен Қытайдың ішкі ақпараттарында, яғни Қытайдың сайттарында жарияланған ақпараттарды аударып жарияладым. Сіздер де оны VPN деген программамен, мүмкін Қазақстаннан VPN-сіз ақ кіре алатын шығарсыздар. Қытайдың жаңағы іздеуіш Байду сайтына кіріп жазсаңыздар, алдағы 12-ші 5 жылдық жоспар ма, 17-ші 5 жылдық жоспар ма? Осы алдағы 5 жылдық жоспарында 7,5 миллион шыңжаңдықты кәсіби тәлім тәрбие беру орталықтарында тәрбиелейміз деп. Ол деген сөз 7,5 миллион қазақ, ұйғыр, өзбек, қырғыз, татар, тәжікті қамайды деген сөз. Енді ойлаңыздаршы, ресми статистика бойынша, официальный ресми санақ бойынша, ол жердегі ұйғырлардың саны 11 миллион. Ресми санақ бойынша ол жердегі қазақтардың саны 1,5 миллион. Ресми санақ бойынша ол жердегі қырғыздардың саны 0,5 миллионға жетпейді. Иә, олардың саны осы Қытай айтқан саннан 2 есе 3 есе көп. Ұйғырлар 20 миллион, 30 миллион. Қазақтар кем дегенде, жоқ дегенде 5 миллион. Себебі лықсып, әле Алтай, Тарбағатай, Санжы, Буратал, Мори, Баркөл, Ақсайға дейін толтырып отыр. Ал осы қазақтардың әрбір қаласында тек бір Күнес ауданының өзінде, аудан орталығында 150 мың қазақ тұратындығын есептей берсең, ары қарай қазақтың қанша миллион екендігін өзің ақ есептейсің. Кезінде Қытайлар анау 2009 жылғы ұлттық санағында аудан облыстардың санағын жасап,
соған социалистік жарыс жариялап, кім бірінші жан саны санағын жасап болады екен деп жүлде жариялағанда, сол әлі толық жарияланып болмаған, бірақ алдын ала жариялаған аудандардың санағын қосып кеп қалғанда қазақтардың саны 5 миллионнан асып кеткен. Есептей беріңдер. Сол заманда, 2009-да. Енді есептей беріңдер. Жаңа Қытайдың жоспарын біз аударып жарияладық. Ол ешқандай құпия емес. Қытайша білетіндеріңіз болса таба аласыздар. Біле алмасаңыздар, сенбесеңіздер менен сұраңыздар. Біз сайттарда, YouTube'де, Атажұрт Қазақ Human Rights YouTube'інде, Facebook'те бөлістік. Алдыда 7,5 миллион шыңжаңдықты кәсіби тәлім тәрбиелеу орталығында тәрбиелейміз дейді. Ол деген концлагер, ол деген фашистік қамау. Енді есептей бер. Жаңа Қытайдың ресми санағы бойынша 11 миллион, ұйғыр 1,5 миллион қазақ, жаңа 0,5 миллионға жетпейтін қырғыз, соның бәрін қосып кеп жіберетін болсаң, 14 миллионға жетпейді. Ресми санағы, шын мәнінде бұдан 2 есе 3 есе көп деді. Ал енді сол 14 миллионның 7,5 миллионы кәсіби тәлім тәрбие орталығына кірсе, онда 2 адамның біреуі кіреді деген сөз. Әр 2 адамның біреуі кіреді. Онда 2 адамның біреуі дегенде ана кірмей қалатындар кімдер? Қарттар, ауру сырқаулар, мүгедектер, концлагерге қамаса өздерін әуре болатындар, сәби балалар, кемалат жасына толмағандар. Ал енді қазақтар, сендер не күтіп отырсыңдар? Сендерге тағы не керек? Қазір қаншама қазақ мәжбүрлі түрде ішкі Қытайға жұмысқа жегіліп жатыр. Университет оқып бітіріп дипломмен келгенде ішкі Қытайға мәжбүрлеп зауытқа қара жұмысқа жегіп тастады. Үкіметте, әкімшілікте, докторханада, мемлекеттік мекемелерде, мектептерде, тағы басқа қаншама жерде жұмыс істейтін мамандарды өз мамандығына емес, қара жұмысқа зауыттарға салды. Басқарушы анау мынау қылып қойды. Біз білеміз оның барлығын. Айна деген 5 мың, 10 мың, түгілі 20 мың, 30 мың доллар табыс тауып отырған кәдімгі бизнесмен, кәсіпкер азаматтарды үлкен бизнес жасап, тірлік жасап, ресторандар, тойханалар ашып, кәдімгі үй жасап, үй ремонттап, кішігірім цех жасап, үй жиһаздарын өндіріп, кәдімгі киім кешек өндіріп, қолмен киім кешек тігіп, ұлттық киім тігіп, байып, дамып, бір өзі 40-50 адамға, ең жоқ 10-15 адамға жұмыс беріп отырған азаматтарды әр адамға өлді дегенде теңгемен есептегенде 100 мың теңгеден 300 мың, 400 мың теңгеге дейін айлық беріп отырғандарды біз саған жұмыс істеу орайын тауып берейік. Біз сені жұмыспен қамдаймыз деп әлгілерді 100 долларлық, 40 мың, 50 мың теңгелік қара жұмысқа зауыттарға жегіп жатыр. Әйелім бір өлкөге, күйеуін бір өлкөге. Бұл қорлық, бұл қазақтарға жасаған қорлық. Ол азаматтар ешқандай Қытай өкіметі қамдайтын жұмысқа мұқтаж емес. Өздері 30-40 адамға, 10 адамға, 5 адамға жұмыс беріп жатқандар. Бұл Қытайдың аталмыш жұмыссыздарды, ауыл қыстақтағы бас артық жұмыс күштерін жұмыспен қамту, оларға кәсіби ағашшылық, аспазшылық, киім тігу, тағы басқа өнер үйретеміз деген сылтаумен қазақтарды жаныштау саясаты, құрту саясаты, өзінің ата-бабасының жерінен қуып ішкі Қытайға жіберу саясаты. Әйелім бір провинцияға, бір өлкеге, күйеуім бір провинцияға, бір өлкеге, баладар не жетімханаға, не атасының әжесінің, не нағашы ата, нағашы әжесінің қолында өмір сүруге мәжбүр болатын қылып, балаларды әке шешенің мейірінен, махаббатынан айырып, ал күйеумен әйелді екі жаққа бөліп, ең соңында әйелінде мәжбүрлеп, бір Қытайға тиетін қылып, күйеуінде мәжбүрлеп, ең соңында мәжбүрліктен, мұқтаждықтан, ішкен арақ болса, істеген ауыр жұмыс болса, басында еркіндік болмаса, бала шағасын көре алмаса, ең соңында бәленбай жыл түңіліп торығып, сол жердегі бір салтбасты Қытай қатынды алады, не жаңағы әйелде бір Қытайға тиіп тыныш болады. Тисе, шамалы еркіндік болады. Адамдарды соған мәжбүрлеу. Мынау ең жауыз деген перғауынның өзі, отбасыны ойрандамаған, отбасыға тимеген. Ең жауыз деген құлдық замандардың өзінде, құлдың да әйелі бала шағасымен бірге ұйықтайтын, өмір сүретін құқы болған. Құл екеш құлдың отбасына тимеген.
Құлдарда кәдімгі әйел құл еркекпенен жаңа отбасылы өмір сүріп, еркек құлы әйел алып, бала шағалы болып өмір сүрген. Құлдың өзін құрметтеді. Ғасырлар бойы ең жауыз деген патшалар мен ең жауыз деген диктаторлар. Ал мынау сұмырай коммунист Си Цзиньпин сол құлдан арман қылып, отбасыларды ойрандап, қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктердің отбасында қытайларды, қытай кадрлерді жаңағы бақылаушы қылып кіргізіп, үйлерінде бірге өмір сүретін, бірге тамақ ішетін, бірге тамақ жасайтын, оның бәрін жаңағы доклад жасайтын, WeChatке, Douyin-ға салатын, TikTok-қа салатын, жаңа күнде олардың баладарына Қытай тілі сабағын үйрететін, тәрбие шығып кіргізіп, ішкі Қытайдан келген әскери қызметкерлерді үйіне орналастырып, оны ұлттар достығы деп, аз ұлттар Қытайлардан, Қытайлар аз ұлттардан айырыла алмау деп, оны жаңағы Чызайичи, Жузайичи, Шешизайичи деп, үште бірге болу деп, үйренуде бірге болу, тамақ ішуде бірге болу, тұрмыста бірге болу деп, өстіп, бытқып, бұл тарихта болмаған сұмдықты істеді ғой. Тарихта кімнің біреудің отбасына біреуді мәжбүрлеп кіргізу адамзат тарихында осы Қытай коммунистерінен басқа кімде болды? Мейлі арабыңды қара, мейлі мұсылман еместі қара, мейлі одан бұрынғы қан ішер замандарды қара, мейлі Гитлердің заманын қара, мейлі Муссолинидің заманын қара, мейлі кімнің заманын қара. Тарихта бұндай сұмдық болды ма? Болған жоқ. Ең бір адамдардың ең бір жанды жері отбасын ойрандау, екіге бөлу, ыдырату, отбасыға жат мүшені кіргізу, ішкен жегеннен тартып отырып, бүкіл басқан тұрғанын аңдытып қою, қысқасы бала тәрбиесіне дейін ойрандау, баланың тәрбиесіне дейін ата-анасы емес басқаларға жауапты қылып қою, бүкіл мемлекет бойынша аталмыш балаларды тәрбиелеу орталығын құру, ата-аналар жұмыспен қамтып деп, бүкіл бойдағы бар, үйленгені бар ішкі Қытайға жіберу, бұл Қытайдың зұлымдығы. Айналайындар, соның саясатын атқарып, мынау сұмырай Қытайшылдар енді қайталмай қалғандар деген сылтауменен сендерді Қытайға қайтармақшы. Қандай да қиындық болса бізге хабарласыңдар, біз көмектесеміз. Ол жақта 10 ұлың 30 қызың қалса да, Қазақстанның азаматтығына өт, сөйтіп менің бала-шағам Қытайда қалды деп арызданып жүріп бала-шағаңды алдырасың. Олар сені бала-шағыңнан айыра алмайды. Ал сен барып қалдың, сен қайттың, сенің ешқандай мүмкіндігің жоқ. Сен өл жерде жаңағы ешқандай өз басыңды да бала-шағаңды да қорғай алмайсың. Ал сен қалсаң осында, сен осында қалсаң, онда сен оларға іздеуші, сұраушы, жоқшы боласың. Гап сонда тұр. Гап сонда тұр. Сондықтан айналайындар, ойланыңдар. Тіпті қандай да бір қысым, кедергі болса, біз сендерге жоқшы боламыз. Қазақстан өкімет сендерге азаматтық бермесе, біз Еуропа мен Америкадан сендерге міне, бұлар Қытайға қайсса, бастарына қауіп төнеді деп Еуропа, Америкаға өтініш тапсырамыз. Ол бәрібір қабылданады. Себебі Қытай паспорттарың тұрса қолдарыңда, және Қазақстан өкіметінен қандай да бір қысым не кедергі көрсеңдер, сендердің Шыңжаңға қайтпауға толық құқыларың бар. Анау Швеция өкіметі анау 18 жылы жариялап қойды. Тек паспортында туған жері Шыңжаң деп көрсетілген адамдарға шартсыз түрде босқын мәртебесін береміз деді. Қытайдың бай, бағланы, миллиардері, саясаткері өрмелеп, еңбектеп, көбесінен қан кеткенше сөйтіп шетелге кетуді аңсайды. Себебі еркіндіктің қайда екенін біледі солар Қытай. Өзінің Қытайның елінен солар қашып шетелге кетеді. Сол үшін анау Нью-Йорктағы пекиндіктер, Нью-Йорктағы бейжиңдіктер деген фильм содан шықты. Токиодағы шанхайдықтар дейтін атақты сериал содан шықты. Ал сен сорлы қазақ, жұрт қашып құтыла алмай жатқан Қытайға сен қайтамын деп не деген сор басқан, нас басқан адам едіңдер сендер. Ойлансаңдаршы бір уақ. Көздеріңді ашсаңдаршы. Иә, бала-шаға қалды. Бірақ бала-шағаны сен барып құтқара алмайсың, сен қалып құтқара аласың. Сен соны түсін. Сен еркіндікте тұрып, менің бала-шағамды алдыру құқым бар деп жылап еңіреп жүріп алдыра аласың. Ал бірақ сен о жаққа кеткеннен кейін бала-шағаңа ие бола алмайсың, құтқара алмайсың. Қытай сені қақтап жейме, пісіріп жейме, өзі біледі. Әйтеу бір Қытайдың сыртында біреуің болсаң, ана Қытайдың ішінде қалғаныңа жоқшы, сұраушы боласың. Осыны түсінсеңші.
Міне жуырда Қытай, ішкі Қытайдағы өз Қытайларының паспорттарын жиып жатыр. Заңсыз түрде шетелге қашуға қатаң соққы берейік деген ұрандар шығып жатыр. Заңсыз түрде шетелге кету науқанын тияйық деп күні-түні телевизорында айтып жатыр. Паспорттарды жию Шанхай, Пекиннің өзінде басталып кетті. Айналайын-ау, Қытай жақсы болса, сол Қытайдың өзі қаша ма? Соны бір уақыт неге ойламайсыңдар? Тұз төгіп қойып па дейтін үлкендердің сөзі болушы еді. Сендер сол зұлымдық, нақақ соттау, нақақ қамау, соны естімей, көрмей, білмей бара жатсыңдар ма? Жоқ, маған тиіспейді, мен қылмыс өткізгем жоқ, мен ештеңе істегем жоқ. Бұл наданның сөзі, ақымақтың сөзі. Ана 17-18 жылғы менің лекциямда бар, анау пенсионер шал 40 жыл Қытайға жұмыс істеген, адал жұмыс істеген, үлгілі коммунист болған, менің қылмысым жоқ. Бәленбай мәрте компартияның сыйлығын алғамын, Қытай маған не істейді, ойбай пенсиямды қиып тастайтын болды, бармасам құримын деді. Қазақстанда да 19-20 миллион қазақ сол Қазақстанның құрттай пенсиясымен өмір сүріп отыр ғой. Құдай сені адам қылып жаратқаннан кейін ырыздықсыз қоймайды. Ал сонда Қытайдың $1000, $500 пенсиясын алмасаң қырылып қаласың ба? Таңертең құс ұясынан ұшқан кезде Құдай оның ырыздығын беріп қойды. Қанша тал дән жейді, қай жерден құрт тауы болады, қай жерден өлексе тауы болады. Сол құстардың әрбір жан-жануардың солардың ырыздығын Құдай тағала шешіп қойған. Әркімге солай бір жол көрсетіп қойған. Сол құстардың, жануарлардың ешқайсының пенсиясы жоқ. Олардың пенсиясын Құдай шешіп отыр. Қытайдың пенсиясы болмаса аштан өліп қалады деген идея санда сендерге қалай келді? Сондықтан ойланайық. Мынау кезінде анау билікшіл, Қытайшыл тіркелген ата жұрт деген бар. Мынау Ербол Дәулетбек деген ұлт сатқыны, жалақор, бәлеқор. Сол бір үндеу тастады. Мына Қытайға қайталмай жатқандарға көмек береміз, ақша береміз деп. Ол қайдағы жетекесінің ақшасы, ол өзі халықтан бізге берілген көмекті мен түрмеге түскен кезде ұрдап жырдап қымқырып орындық үстелдеріне дейін сатып жіберген сұмырай. Камераға дейін, компьютерге дейін басып қалған сұмырай. Оның қай жетекесі? Өзі қусирағын жағып отырған қайыршының тұқымы ол. Ал ол Қытайға аталмыш қайталмай қалғандарға қаржылай көмек береміз деген ол сөзді Қытай айтқызып отыр оған. Оған Қытай айтқызып отыр. Себебі сол кезде пандемия кезінде Қытай бүкіл кемесін, пойызын, ұшағын тоқтатып қойғанда, шекарада қамалып қалған қытайлар, шекараның сыртында, Қытайға қайталмай қалған қытайлар. Солар зарлап, сол өзі тұрған елде үлкен мәселе болып, үлкен қоғамдық мәселеге айналып, содан ойбай рейстер тоқтап қалды, солардың бәрін ұйымдастырайық, 200-300-ден бір ұшаққа сиятын болған кезде қайтарайық деп, соларға жаңағы өзі тұрған шетелдің тұрмыс қаражаты бойынша сол ұшақ ұйымдастырғанға дейін аралықта олардың жататын, тұратын жеріне тиісті өкімет қаржы бөлген. Оны да сол Қытайдың интернет ақшасы арқылы аударып берген. Сол, яғни олардың бәрі сол Қытайдың тапсырмасын орындайтындар. Қытайдың жоспарын орындайтындар. Қытай компартиясының үндеуіне үн қосып, сол Қытай тарататын ақшаның таратушылары болып отыр. Ал қалың елім қазағым, ақша маңызды емес, жан маңызды, еркіндік маңызды, өмір сүру маңызды. Қор болып қаншама адам қалды. Менің өзім бетінен танитын қаншама адамдарды еңіреп жылап отырып, барма деп отырып, еңіреп жылап айналайын деп қолын ұстап отырып, әкетай, көкетай бармашы деп отырғанда, солар Қытайға барып, міне бала шағасын көре алмай, міне 6-7 жыл жатыр. Қамалып та шықты, қайта қамалды, қайта шықты, қайта қамалды, қайта шықты, бытқып жүр міне. Ал жаңағы 40 жыл мен үлгілі коммунист болдым, маған Қытай не істейді деген шал, мына жақтан баласына еңіреп жылап отырып, айттым, әкесіне айттым, баладар әй көнбей жатыр деп менімен сөйлестірді. Тыңдаған жоқ. Қорғастың шекарасынан барды. Баласы сол шекарадан ары сауда істеп өтетін қазақстандық бір топ кісілерге тапсырған, әкем аман есен өткесін бізге
өтті деп хабар берші деп. Себебі ол кісілердің телефондары бар екен. Әкесі шекарадан өтеді, қазақ жақтан өтеді, Қытайға барады. Паспортын бере салғанда Қытайдың компьютері шиқылдайды. 5-6 Қытайдың қарулы полициясы кеп бас салады. Шалды бас салып жерге алып ұрған кезде шал аузынан көбік ағып, аяғы сереңдеп құлайды. Басына қара қапты кигізіп, қол аяғын сереңдеп жатқан шалды құтқару былай тұрсын, қол аяғын кісендеп, бір жер әлемге әйгілі террорист ұстағандай ұстап алып кетеді. Міне содан мына жақтағы ұлдары ол әкелерінің өлтірісін білмейді, ана жақтағы ұлға әкеңді көрген жоқпыз деп айтыпты. Шал екі елдің ортасында жоқ болды. Қазақ жақтан шықты деген таңба тұр, Қытай жақтан кірдісі жоқ. Міне ондай шекарада бастап ұсталған қаншама әйелдер бар, қаншама еркектер бар. Қаншамаларының балалары Қазақстанда қалды, әке шешесі Қытайда. Қаншама әйелдер Қазақстанда қалды, бала шағасымен жан баға алмай, соны біз асырадық, нағыз ата жоқ. Head south on Battery Avenue toward East Montgomery Street. Қаншама әйелдер Қазақстанда қалды, күйеуі Қытайда қалды. Қаншама жігіттер Қазақстанда бала шағасымен қалды, әйелдер туысшылап барып, үйдің бір құжатына қол қоятын болып барып, жоқ ана жерден азаматтығын өшіргелі барып, олар келіңдер, азаматтығын өшірмесеңдер қылмыстық іс қозғаймыз десе, сол Қытайдағы азаматтығын напосын өшіреміз деп барып, сорлап түрмеге қамалып келді. Қаншаусы ауырып жатқан әкесінің көңілін сұрайым, шешесінің көңілін сұрайым деп барып, қамалып, сотталып кетті. Қаншаусы міне 15 жыл, 20 жыл сотталып кетті. Біздің каналды көріңдер, тұтасымен зарлаған, жылаған, еңіреген видео 5 жыл бойы соны салдық. 12 мың арыз бар. Ал оның әр арыздың ішінде кейбір видеоларда, бір видеода 50-60 адамның арызы бар, есептей беріңдер. 10 мыңнан артық жылаған, зарлаған қазақтың арызы, жайлау арызы, мал мүлік арызы, қайталай берген арызбен қосқанда 30 мың арызымыз тұр. Соның бәрін сездер, естімедік, көрмедік, білмедік деп, енді мынау Қытайшыл сұмырайлардың үгіт насихатына сеніп, Қытайға қайтқалы жазсаңыздар. Онда соңғы сөзім, адам құсап айтқан ақылды тыңдамасаңыздар, қарыз құрыздарыңызды төлеп, ренжіткен адамдарыңыз болса кешірім сұрап, 2 метр кебіндеріңізді алып, мүмкін болса молдаларға, мынау Қазақстанның үкіметшіл нұр молдалары жаназа шығармайды. Ана Қытайдан келген бұрынғы біздің дәстүршіл молдалар бар, соларға тірідей жаназа шығартып, мына Шығыс Түркістанның төңкерісін аттанарда біздің аталарымыздың барлығының жаназасын тірідей шығарып кеткен екен. Соғысқа аттанарда. Сол тірідей жаназадарыңызды шығартып алып барыңыздар. Өлсеңіздер Қытайлар жаназасыз көмет, арам өлген малды көмгендей апарып бір қуысқа қанғанғып киімдеріңізбен қосып көме салады. Жастауларыңыз болса бауыр бүйректеріңіз сатады. Бір бүйрек $260 мың, екі бүйрек $520 мың, бауыр $120 мың. Мынау көздің мүйізгек қабатының өзі $30 мың, саусақтың буындарының әр қайсысы $5, тұтасымен адамның сүйегі скелеті $200, әрбір квадрат сантиметрге жуық тері жаңағы $5, әрбір орган сөйтіп бір адамды тұтасымен сатып шыққан кезде $1 миллион жасайды екен. Ең соңында шектеріңізге дейін сатады екен. Ал денсаулығыңыз жақсы мығым болса, 2 ауыз сүре жаттатып, тіпті сүре білмейтін кәдімгі жұмекең ақ көңіл справкасы бар, жүрегі таза деген анықтамамен жүрген, дінмен қатысы жоқ жігіттердің өзіне мәжбүрлеп тұрып сүре жаттатып, оны халал орган деп анау өте тақуа байларға аталмыш, тырнақша ішінде өте тақуа байлар аталмыш жат діндегілердің бауыр бүйрегін салмайды екен олар. Сөйтіп 2 сүре жаттатып, жаңағы халал орган керек қылған шетелдің шіріген байларына, аталмыш арабтың шейхтарына 2 сүреңізді жаттатып, калимаңызды айтқызады екен. Калимаңызды айтқаннан кейін болды сой дейді екен. Сойып, көз алдында сойып, бауыр бүйрек салады екен. Бауыр, бір бауырды оны ешқандай аспапта сақтап тұра алмайды екен. Адам денесінде тұру керек екен бауыр деген. Мына бауырды мына жақтан жұлып алып, мамандар ана адамға салады екен. Екеуін екі жағына қойып, бұлай қарап тұрып бауырды алып, бұлай қарап тұрып мына жаққа салады екен. Ана бауырды алғаннен анау 5 минутта өледі екен. Ал бүйрек, бір бүйректі кесіп алғаннен анадан бір бүйрегімен жүре береді екен. Ал 2 бүйрегінді алып алады, ол автоматты өледі екен. Оларға сенің өмір сүргенің керек жоқ. Жастар айтайын сендерге, бауыр бүйректеріңді сатып Қытай миллион жасайды. Миллион қазақтан $1 триллион жасайды. 1000 қазақты сөйса $1 миллиард болады. $1 миллиард
бір атом сүңгуір кемесін сатып алады. Осыны түсінсеңдерші. Айналайын қалың елім қазағым. Ақмақ болмай, мынау қытайшыл сұмырайлардың аздырғанына сенбей, мың жерінен кедей, мың жерінен әділетсіз болса да, Қытайдан миллион есе артық Қазақстан деген. Өзіңнің отаның, өз қазағың. Қал Қазақстанда. Қазақстан кедер келтірсе, біз сендерге көмектесіп шетел асырайық. Қысқасы, қайда барсаң онда бар, Қытайға барма. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарының Балтимор шаһарынан баршаларыңызға дұғай сәлем.